Саламатсыз ба? Алтынгүл Қуатбайқызы, біртұтас тәрбие жобасы бойынша сізге қазақтың әдет ғұрыптарынан бір сұрақ қойғым келіп тұр. Сыралғы дегеніміз не? Батырдан шоуға, аңшыдан сыралғы деген мәтел бар. Сыралғы дегеніміз, аңшы қанжығасы қанданып келе жатырған кезде, олжалы келе жатырған кезде, алдынан шыққан кісі одан сыралғы сұрайды. Ол сыралғысының қолын қайтармай, аңшы алып келе жатқан олжасын беріп кететін болған. Өте керемет. Енді сізге осы балабақшаның ата-аналары сіз туралы қалай ойлайтын, осы бір қағаздан алып білуге болады. Сіз ашулансаңыз да сондай әдемісіз. Керемет. Енді сізге өміріңіз осындай тәтті, мәнді болсын деп сізге осындай тәтті ұсынамын. Өміріңіз тәтті балы болсын. Рахмет. Саламатсыздар ма? Балапан тобының кішкентай ғана бөбектері. Саламатсыздар ма менің әсем қыздарым? Саламатсыздар ма ұлдарым? Саламатсыз ба апайы? Мен сізге мына қазақтың әдеп ғұрпына байланысты мақал мәтелдер қойғым келіп тұр. Біртұтас тәрбие жөніне байланысты. Қазір мен сізге мақал мәтелді қоям, сіз соны жалғастырыңыз. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны іледі. ұлық болсаң, Кішік бол. ой, жарайсыңдар балалар. Осы балабақшаның ата-аналары сіз туралы не ойлайтынын мына қағаздан біліңіз. Сіз мейірімді жансыз. О, жарайсыз. Осы өміріңіз осындай сіздің тәттідей тәтті болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Рахмет. Шеке алып қолыма, асық ойнап лай-лай, мұнша бала таңғалып, торсақ ойнап лай-лай. Кешке дейін асықты, ойнап едік лай-лай, қызығына ойынның, тоймап едік лай-лай. Қолыңа ал асықтың, қандай жетті түсіктің, алшы тәйке шүтпен көк, асығыңды жерге шық. Шыт, шек, тәйке. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен сізге біртұтас бағдарламасы бойынша денсаулыққа байланысты мақал мәтелдер сұрағым келіп тұр. Сіздер Жақсы, орынды сұрағыңыз, жауап берейін. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық он саулық. Тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі. Ой, керемет, керемет. Енді сізге апайы осы қағаздың ішінде балабақшаның ата-аналары сіз туралы қандай жан екеніңізді осы қағаздан білуге болады. Жақсы, қарайық. Сіз сондай нәзік жансыз дейді. Өте керемет, сізге дұрыс арналған. Сіздің енді өміріңіз осындай тәтті болып, жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба апайы? Қош келдіңіздер, көрбедіңіздер. Сізге біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Көрімдік дегеніміз не? Көрімдік дегеніміз балалар. Келін түскенде, жас сәби өмірге келгенде сұралатын нәрсе ол көрімдік деп аталады. Көрімдік сұраған адамға бар хал қадірінше үй иесі өзінің көрімдігін беретін болған. Жарайсыз, өте дұрыс. Сізді енді осы балабақшаның ата-аналары сіз жайында не ойлайтын, қандай апай екеніңізді осы бір қағаздан ақ білуге болады. Өзіңіз алыңыз. Сіз өте керемет жансыз. Сіз өте керемет жансыз. Сіздің өміріңіз осындай тәттідей, өміріңіз тәтті бал болсын. Рахмет. Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз ба? Қош келдіңіздер. Саламатсыз ба апайы? Біртұтас тәрбие жобасы бойынша сізге бір сұрақ мақал мәтелден қойғым келіп тұр. Сізге қоятын мақал мәтелім қыздар 40 үйден тыю. Қыздарды имандылыққа, тәртіптілікке, тәрбиелікке, сондайға қандай мақалдар білесіз? Қазақ халқы қыздың 40 үйден тыю деп жатады, иә, білесіздер. Қыз елдің көркі, гүл жердің көркі деп жатады. Қыз қылығымен сүйкімді деп. Балалар, сондай біз қазақ халқында мақал мәтелдер, нақыл сөздер бар екен. Осы балабақшаның ата-аналары сіз туралы не ойлайтын, мына қағаздың ішінен білуге болады. Бір қағазды бір қағаз